Кәсіпте жүргеніме 12 жылдан астам уақыт болып қалды. Ешқандай документ, ешқандай керек болған жоқ маған. Біздің канал жалпы кәсіпкерлік құпия. Ассалаумағалейкум достар, есімім Нұржан Исаев. Жалпы кәсіпкермін, кәсіпте жүргеніме 12 жыл болды. Және де мен серіктесім Досжан. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен есімім Серімбай Досжан болады, Бақытжан ұлы. Кәсіпте жүргеніме 12 жылдан астам уақыт болып қалды. Жалпы қандай кәсіппен айналысасыңдар деген сұраққа мен жалпы негізі строительствода, құрылыс жағынан натяжной потолок жасаймыз, жаңағыдай цех бар. Және де фастфуд бизнесін енді кіріп жатырмыз. Біздің каналымыз қандай канал ашамыз біз? Біздің канал жалпы кәсіпкерлік құпия. Кәсіпкерлік құпия. Кімдерді түсіреміз? Біз жалпы тек қана кәсіпкерлерді түсіреміз. Жалпы қандай кәсіп ашуға болады. Ішкі кухнясын түсіреміз. Жалпы чтобы жаңағыдай кез келген адам ошибка жасамау үшін, қателік жасамау үшін жаңағыдай не істеуге болады, қаяқтан қадам бастауға болады деген сондай жалпы сондай қызықты видео түсіретін боламыз. Яғни іште кухнялар кез келген кәсіптердің, мысалы шетелден келіп жатқан бизнестерді, сол жақтардан мысалы жаңадан келіп жатқан бизнестерді мысалы көп халық білмейді, мысалы солардың бәрін жіктеп деген сияқты полының бәрін түсіріп көрсететін боламыз сонда, иә? Жалпы мысалы біздің Қазақстан экономиканы дамыту үшін бізде кәсіпкер көп болу керек. Жалпы кәсіпкерге қазір ешкім өкімет, ешкім тиіспейді. Жалпы налогыңызды төлесеңіз, ИП ашсаңыз болғанында сіздерді наоборот қолдайды. Субсидия бар, егерде жақсы жаңағыдай 40-50 адам қол астыңызда, егерде 40-50 адам жұмыс жасаса, сіздерге наоборот өкімет поддержка береді. Дұрыс па? Көбісі негізі қорқады ғой кәсіп ашуға, жаңағыдай болмаса, ой, там бір проблема болып кететін сияқты да. Жаңағы анау бір Уәлібектің неде бар ғой, Шаншарда ше, прикол, жаңағыдай шашлык жасап жатыр. Именно жаңағыдай налоговый келді, жаңағы пожарный келді, ойдағыдай шашлыкта жоқ, пайдасы да жоқ та. Негізі оның бәрі енді одан ешқандай мен өзім мысалы 4 жылдай ма, 5 жылдай ма ешқандай документ, ешқандай керек болған жоқ маған. Ешкім тексеру болған, ешқандай қорқыныш болған жоқ. Сосын кейін барып заказдар келіп, уже документ жағынан кішігірім өздері клиенттер болады, өздері сұраған. Сол жақтарынан болған кезде бір ғана өз ИП сондай аштық болды, соның өзі жеткілікті. Басында негізі бір жылдай ИП-сіз де істеп жүрдің ғой? Ол документ жағынан ешқандай проблема, ол жағынан қорқыныш жоқ. Сол үшін жаңағыда бұл каналға тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, дизлайк басыңыздар. Жалпы бізге қандай видео түсіруге кеңес бересіздер, қандай жаңағыдай қызықты болу үшін не істеу, жаңағыдай қандай енді сіздерге қандай контент қызық, соны жазып кетіңіздер комментарийге. Енді Досжан, неден бастаймыз? Қандай видео түсіруден бастаймыз жалпы? Медицина саласын, денсаулық саласын түсірейік бірінші. Жалпы негізі адамға бірінші ақша емес, денсаулық керек қой. Сол үшін негізі денсаулықтан бастайық. Медицина жағынан таныстарың бар ма? Менде Герудамет деген бір кісі бар. Герудамет сүлік қой, ә? Сүлік саласы. Сүлік саласынан бастаймыз біз жалпы. Одан кейін мен бір танысым бар, баклажка жаңағыдай сырье шығарады баклажкадан. Нұреке, онда тәуекел. Кеттік па? Бастайық. Кеттік. Давай.